Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4 сынып 100 сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қоршаған ортаны қорғаймын, етістіктің жіктелуі, яғни тыңдаған мәтіннің мазмұнына өз пікірімді айта аламын. Енді балалар, біздің сабақты бастамастан бұрын алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Енді балалар 81-ші жаттығуды қарайық. Бізге мәтін беріліпті, мәтінді тыңда дейді. Кейбіреулер ошақтың күлін қорадағы малдың қиын судың жағасына төге салады. Ол арыққа түсіп, суды былғайды. Осылайша таза су жарамсыз болып шыға келеді. Төменгі ел де, мал да сол суды ішуге мәжбүр болады. Соның салдарынан өсімдіктердің өсуі нашарлайды, мал азады. Бұлақтың бас жағында тұратындар төменгі елді де ойлауы керек. Суға көрінген нәрсені тастай бергеннің де түбі зиян. Сондықтан бабаларымыз күл қоқырды, көң қоқысты бұлақ басынан аулаққа төк деп өсиет айтқан. Су таза болсын, су ішіндегі балығы мен бақасы уланбасын десеңдер, ағын суға лас нәрселерді тастатпаңдар дейді. Енді осы мәтін бойынша екі сұрақ беріліпті, соны айта өтейік. Мәтіннің мазмұнына байланысты өз пікіріңді айт дейді, және бабаларымыз айтқан өсиет сөзі қатесіз көшіріп жаз дейді. Яғни бұл мәтіннің мазмұнында суды ластамау керектігі туралы жазылған. Адамдар көрінген заттың барлығын суға лақтыра бермей, қоқысты одан аулақ ұстау керек деген ойды халыққа жеткізіп тұр. Мәтін бойынша осы, яғни мәтінде берілген бабаларымыз айтқан өсиет сөзді қатесіз көшіріп жаз дейді. Күл қоқырды, үтір, көң қоқысты бұлақ басынан аулаққа төк. Міне осы нақыл сөз, өсиет сөз. Осы сөзді балалар қатесіз дәптерлеріңе көшіріп алыңыздар. Келесі бізде 82-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына жіктік жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Енді біріншісі мен бөлмені тазалаймын. Бірінші жақта жекеше түрде тұр, мен тазалаймын. Екінші, сен гүл отырғызасың болады. Бұл екінші жақта жекеше түрде тұр, сен отырғызасың. Үшінші, ол арықты тазалайды болады. Бұл үшінші жақта жекеше түрде тұр. Ал төртінші, біз өсімдіктерді күтеміз. Бұл бірінші жақта көпше түрде берілген, жіктелген етістік екен. Енді бізде 83-ші жаттығу. Жұмбақ өлеңді оқып, шешуін тап дейді. Кіден егер бастасаң, шомыласың суына. Жауабы көл болады біріншісінің. Шыдан егер бастасаң, жазда ойнайсың құмына. Бұл шөл болады жауабы. Тыдан егер бастасаң, төрт түліктің баласы. Жауабы төл болады. Сыдан егер бастасаң, аққайыңнан аласың дейді. Бұның жауабы сөл болады. Енді осы жұмбақ бойынша етістіктерді тауып, қай жақта тұрғанын айт дейді. Бұл жерде етістіктер бастасаң деген екінші жақта тұр, сен бастасаң. Шомыласың, сен шомыласың. Бұл да екінші жақта жекеше түрде. Аунайсың, сен аунайсың болады, екінші жақта жекеше түрде. Аласың, бұл да екінші жақта тұрған етістік екен. 84-ші жаттығу келесі бізде көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойып жаз дейді. Бізге кішігірім берілген өлең жолы. Енді соның шетіндегі төрт сөзді орнына қоюымыз керек. Бұл сөздер мал, су, жер, ауа. Бастайық енді. Уланса ауа, уланамыз бәріміз. Уланса су, уланатын тағы біз. Уланса жер, уланады өсімдік, уланады оны жеген малымыз. Уланса мал, у тарайды бізге де болады. Енді уланбаудың жолы қандай дейді. Уланбаудың жолы бұл табиғатты аялау, қастерлеу, зиян келтірмеу, оған керісінше қамқор болу, суды ластамау, қоқыс тастамау, бұның барлығы улануға алып келеді. Сол себепті табиғатты әрқашанда аялап жүру керек. Келесі бізде 85-ші жаттығу. Мақал-мәтелдердің мағынасын топта талқылаңдар дейді. 4 мақал берілген, алдымен мақалдарды оқып шығайық. Бірінші, ақтың жуындысын ағып жатқан суға төкпе. Екінші, ағын суы бал татыр, ақ шабағы май татыр. Үшінші, арық бар жерде су бар жерде ну бар. Төртінші, жылап жүріп арық қазсаң, күліп жүріп су ішерсің дейді. Енді осы мақалдардың мағынасын түсіндіріп өтейік. Ақтың жуындысын ағып жатқан суға төкпен дегенде, бұл жерде ақ деген ол біз білеміз, малдан әртүрлі өнімдер алынады, сүт, айран секілді. Соларды және жуындыларды ағып жатқан суға төгуге болмайды. Бұл жердегі негізінен 4 мақалдың барлығы су туралы, судың да сұрауы бар деген мақалаға келеді. Суды құр босқа төгуге болмайды. Себеп баяғы заманда адамдар бір тамшы суға да зар болған. Сондықтан біз әр нәрсені түсінуіміз қажет және үнемдеуіміз керек. Осымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.